маған қатты әсер еткен мына бір көршімнің оқиғасын айтып бергім келіп тұр. Жап-жас отбасыменен көрші болдық. 50-60 шамасында анасы бар. Оқиға сол ана жайлы. Өзінің оты сөнген ананың еңсесі түскен, әбіржіген, ұзын көше болатын. Сол көшеменен бойлап келе жатқанда мен ол кісіге қарап тұратынмын. Сонда мен бір киім көрдім, ішінде адам жоқ деген сол теңеу, сол ана жайлы болған сияқты көрінді да маған. 7-8 жасар қыз немересі болатын, 5-6 жасар шамасында ұл немересі болатын. 1 жасар ұлымды сол балалармен ойнатуға шығаратынмын. Сол кезде ана әже бір күні ұл немересін, жүр ұлым, мен сені дүкенге апарып, кәмпит алып берейін, қалағаныңды алып берейін, мен кеше жұмыс жасадым ғой деп қолынан жетектеп кетіп бара жатқан еді. 7-8 жасар қызы келді да, анау бауырын қолынан жұлып алып, жоқ болмайды, мамадан рұқсат сұрау керек, мама бізге рұқсат деді, жұлқынып бауырын ертті, үйге кіріп кетті. Келіні әп-әдем, сұп-сұлу. Былайынан қарасаң, адамгершілігі мол, жақсы келіншек екені көрініп тұр. Айтпайсың жаман адам деп. Ұлы дегенің красавчик. Былайынан қарасаң, бақытты, тату-тәтті отбасы. Бір күні барлығы отбасыменен машинасын от алдырды, баласы. Артынан немересі, 2 немересі отырды. Әже забордан шықты да, алдыңғы есікті ашып отырмақшы болған еді. Ұлы, жоқ, артқа отырыңызшы деп дүрсе қоя берді. Анасы ештеңке деместен былайынан бүкірейді де, былайынан үндеместен артына барып отырды. Біраздан кейін әйелін келді да алдына отырды. Сонда түсінгенім, біз бала туғаннан кейін бала ішсін, бала жесін, бала кисін деп өмір сүріп кетеді екенбіз да, өзімізді ұмытамыз ғой сол сәттен бастап. Өмірдің соңы осындай өкінішке әкелмес үшін өзіңді ұмытпай өмір сүру керек екен. Бақытсыз ана балаға да керек емес екенін түсіндім да, сол оқиғаны түйген ойым.